Петропавлда қар тазалау жұмыстары қарқынды жүргізілуде. Аталмыш жұмыстарға 6 мекеме жұмылдырылған. Бір мекеме күндізгі уақытта, ал олардың 5-еуі жолда келеңсіз жағдай тудырмау үшін түнгі уақытта жұмыс жасайды. Шығарылатын қар бұл арнайы бізде қар төгетін орындар белгіленген. Бұл жұмысшы кентінің сыртында, содан кейін Заречный кентінің сыртында және де мынау Мүсірепов көшесі бойында. Мына жерде қарды тазалап шығарумен Су 808 жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 13 техникасы айналысуда. Серіктестік басшылығының айтуынша, тазалау жұмыстары кезінде жолдағы көліктер кедергі жасайды. Бірақ жол патрульдік полиция қызметкерлері бұл келеңсіздікті бірден шешетін көрінеді. Қыс басталғаннан бері біздің мекеме 11.780 текше метр қар шығарды. Күніне барлық мекемелер шамамен 6.000 текше метр қар шығарады. Қалада қарды тазалап шығару жұмыстарымен 75 техника айналысады. Жалпы қыс мезгілі басталғаннан бері қала аумағынан 178.000 текше метр қар шығарылған.